Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, каналға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, қолдау көрсетіп жіберсеңіз. Бақытты болудың әдістері. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді, жаман әйел жақсы еркекті жүдетеді. Халық мақалы. Отбасының берекесін кіргізуде, бақытты отбасын қалыптастыруда әйелдердің өзіндік ерекше орны бар. Сенімділік. Сіз өзіңізге сенімдісіз бе? Ендеше сіз күніне 15 минут өзіңізге уақыт бөліп, өзіңізбен өзіңіз жұмыс істеуге, өз бағаңызды көтеруге дайынсыз ба? Сіздің өзіңізге деген бағаңыз көтерілген кезде ғана өміріңіз қызықты бола отырып, сенімділігіңіз артады. Өзіне өзі сенімсіз адамдар істеген ісінен ештеме шықпайды деп ойлайды. Негізі, ойға алған ісіңіздің нәтижесіз болуының себебі өзіңізге сенбеуіңізде жатыр. Бақытты әйел болғыңыз келе ме? Сеніңіз. Өзіңізді, ішкі жан дүниеңізді бақытты әйел екеніңізге сендіріңіз. Өзіңізге өзіңіз сенгенде ғана бәрі дұрыс бола бастайды. Армандарыңыз орындала бастайды. Қарым-қатынас болсын, жұмыс болсын маңызды емес. Тіпті менің сөзіме сену де маңызды емес. Ең бастысы өзіңізге өзіңіз сеніп көріңізші. Нәтижесі сізді таң қалдырады. Данышпан Абай атамыз сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңе алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген тәрбиелі сөзін өмірлік ұстаным етіңіз. Сенімділік пен өзіне өзі сенімділіктің айырмашылығы. Сіз сенімділік пен өзіне өзі сенімділіктің айырмашылығын білесіз бе? Бұл сезімдер фактімен дәлелденген кезде бақытты әйел болмысын көрсетеді. Егер сіз ер азаматыңызбен бақытты әйел ретінде жақсы қарым-қатынаста, үйлесімділікте өмір сүріп жатқан болсаңыз, бұл сенімділік болады. Ал өзіне өзі сенуші, егер адам өмірде өзіне өзі сенімді болғысы келсе, қиындықпен бетпе-бет кездесуден қорықпаған абзал. Үнемі өмір сынақтарынан жасқанып қашқақтай берсең, кезең-кезең қиындықтар туындай береді. Өзіңмен өзің әлектене бересің. Энергетика. Мақсат. Өміріңізге мақсат қойыңыз. Мақсат ол армандарды жүзеге асыру жолдары, қол жеткізер жетістік. Адамның алға қойған мақсаты нақты болуы керек. Сонымен бірге қол жетімді, сізді шабыттандыратын, біреуге зияны тимейтін болуы керек. Үйлену қайда қашады, кішкене жүріп алайық, сосын бірдемесі болады деп жастар жүре береді. Кейбіреулеріңіз үйленем, үй алам, балалы болам деп жүресіздер. Көп жағдайда үйленіп, үй алып, балалы болғаннан кейін болды деп отбасындағы қарым-қатынас дамуын тоқтатады. Түсініспеушілік басталады. Себебі сіз мақсатыңызды сауатты қоя алған жоқсыз. Неге? Сіз сауатты түрде мақсат қоя алдыңыз ба? Сіз өзіңізге кішкене ғана мақсат қойып, миыңызға бағдарлама беріңіз. Ол мақсатыңызға жеткен соң тоқтайсыз. Мақсатсыз адам болмайды. Оларды мақсаты шабыттандырмауы мүмкін. Қойған мақсатыңыз сіздің толыққанды өмір сүруіңізді қамтамасыз етуі керек. Сіз сыңар жақты мақсат қойып қателеспеңіз. Жұмысыңыз, отбасыңыз, қоғамдағы орныңыз қандай болу керек? Сызбасын жасаңыз. Жасаған сызбаңыз күнде көз алдыңызда тұру арқылы оның тез орындалуына мүмкіндік береді. Энергетика. Табиғат әйел адамды еркекке энергия сыйлау үшін жаратқан. Сіздің оған көз қарасыңыз, жылы сөзіңіз, өзіңіз әзірлеген тамақ, сіз жуған киімдер мен төсек жабындары, тағы айтса сан жетпес әйел істейтін тірліктер еркегіңізге энергия береді. Нағыз әйел энергиясы ол махаббатпен боялған. Махаббат ол әйел энергиясының құйылып тұруының негізгі кілті. Әйел энергиясының күші сондай мықты. Генетикалық табиғаттың ерекшелігі сол. Әйелдер өзінің энергиясын жақсы көрген еркегіне беруі керек. Егер бұл процесс тоқтап қалса, онда әйел ағзасы өзін-өзі жоя бастайды. Алдымен нерв жүйесі бұзылады, содан кейін бүйрек, олардан артынан қалғандары жалғасып кете береді. Көп жағдайда артық энергия семіздікке әкеліп соқтырады. Әйелдерден өзінде бар энергияны табиғат еркекке беруін талап етеді. Энергия үнемі қозғалыста болу керек. Яғни жұмсалған энергия толықтырылып отыру керек. Егер ол тоқтап қалса, ақырындап әсер ететін қауіпке айналады.
Ал еркектер өз энергиясын әйелін құшақтау, сүю арқылы ғана беріп қоймай, сізге сүйсініп қарағанды да береді екен. Адам көзқарас арқылы 50% дейінгі энергиясын береді. Көптеген өнер туындылары энергия жайында аккумулятор сияқты таңданып қараған адамдардың энергиясын жинап алады да келесі келген адамға береді. Сол үшін ол тамаша болып көріне береді. Сізге қараған адам қай қырыңыздан сізге қараса, сол қырыңыз дамып, тартымды бола түсесіз. Жаман ой ойламаңыз. Ойыңызда негатив ойлар, яғни жаман ойлар пайда болғанын байқасаңыз, тез арада жақсы ой ойлаңыз. Басқа ұнамды ойға миыңызды қосуға тырысыңыз. Жаман ой ойламаңыз, маған сеніңіз, оның сізге түкке де қажеті жоқ. Дене жаттығуымен айналысыңыз. Энергетика көтерілуіне дене жаттығуының маңызы бар. Оны тек ертеңгісін жасау міндетті емес. Бастысы бастап жасаңыз. Өзіңізге қолайлы уақытта түсте кешке жасаңыз. Өзіңіз байқамай қаласыз. Дене жаттығуының да сізге тигізер жақсы әсері мол. Қоршаған ортаңызды бақылауда ұстаңыз. Сізді жақсы көретін, өзіңізге ұнайтын адамдарды қадірлеңіз. Сіздің өз-өзіңізге деген бағаңыз бен сенімділігіңізді көтеруге стимул болатын, көңіл күйіңізді көтеретін, сізге сенетін адаммен және сізге арманыңызға жете алатыныңызды айтып, сізге қанат бітіре алатын адамдармен араласыңыз. Осанка. Денеңізді түзу, дұрыс ұстау сіздің сау жаныңыз бен денеңіздің кепілі. Сіз денеңізді дұрыс ұстап жүру арқылы өзіңізге өзіңіз сенімділік қалыптастырасыз. Қандай жағдай болмасын, тіптен ол сұмдық проблема болса да денеңізді түзу ұстап, иығыңызды түзеп, ол жағдайға биіктен қараңыз. Бұл әдіс өз денесін өзі гипноздау деп аталады. Бақытты әйел болу арманым орындалсын десеңіз, бүгіннен бастап өзіңізді қолға алыңыз, яғни жан дүниеңізде үй бөлмелеріне тазалық жүргізген сияқты санитарлық жұмыс жүргізіңіз. Сіздің болмысыңызды екі нәрсе қалыптастырады: сыртқы көрінісіңіз, тәніңіз, ішкі жан дүниеңіз, жаныңыз. Жан саулығының нашарлауы адамның ой тазалығына, жүрек тазалығына, тіл тазалығына тікелей байланысты. Ой тазалығы. Ер азаматтар туралы ойыңызды өзгертіңіз. Әрқашан есте ұстаңыз. Ой орындалғанымен қоймай, сіздің жағдайыңыз бен сыртқы көрінісіңізге әсер етеді. Уайымшыл, жаны күйзелісте жалғыз адамдармен стресс гормоны кортизол бөлінеді. Өзіне сенімсіз адамдарда окситоцин деңгейі төмендейді. Адамның сырт келбетін әлсіз етіп көрсетеді. Бұндай күйде жүрген адамның ханымдардан еркек энергиясы биохимиялық жауап берілмейді. Сізді әйел ретінде қабылдамай, қасыңыздан өтіп кете береді. Турасын айтқанда, сізді әйел ретінде көрмейді. Егер сіз еркектер намысы жоқ, сақталып кетті деп айтар болсаңыз, миыңызға осы сөздер арқылы бағдарлама бересіз. Миыңыз сол ойыңыздағы еркекті іздеп алдыңызға келеді. Егер сіз ойыңызды өзгертпей екінші рет байқап көрсеңіз де, сонда еркек алыңызға келеді. Содан соң, әне айттым ғой, еркектің бәрі сондай деп айтасыз. Еркектер бәрі ондай емес. Сіз дұрыс ойламау арқылы өзіңізге сондай еркекті шақырасыз. Кей ханымдар ақымақпен өмір сүргенше жалғыз жүргенім артық деп айтады. Өз өміріне өзі осылай теріс бағдарлама қояды. Тіліңізге абай болыңыз. Кейбір ханымдар әңгіме барысында жақын адамдарын жамандап алып, шүкір бірақта деп жатады. Жай ғана ауызбен шүкір деп қойып, шын мәнінде қолдағы барыңызды жаман сезіммен жамандай берсеңіз, ешқашан одан жақсыға қол жеткізбейсіз. Одан да жаман болуы мүмкін. Қазақ халқы басқа пәле тілден деп бекер айтпаған. Адам тіліне абай болу керек. Ойнап сөйлесең де ойлап сөйлеген жөн. Бірақ бұдан қорықпаңыз. Қаласаңыз бәрін өзгертуге болады. Ол үшін өзіңізге алғыс айта білу қасиетін қалыптастырыңыз. Алғыс айтудың маңыздылығы орасан зор. Нені армандайсыз, сол туралы көп әңгіме айтыңыз. Бір сөзбен айтқанда, арманыңызбен ауырыңыз. Бақытты отбасын, адал еңбекқор, табысты, нағыз ер азаматты, ақылды, жаңа заман көшбасшысындай адамды армандап отырып, әңгіме айтқанда сол арманыңыздың орындалатыны туралы әңгіме айтасыз ба? Менің ойымша жоқ. Құрбыңыздың қасына жолай кетсеңіз, ақша жетпейді, шаршадым, күйеуім мен түсінбейді, бала ол тыңдамайды деп тек қана негативті сапыра жөнелесіздер. Тіпті өз өміріңізден өзіңіз түңіліп, жиіркенішпен қарап, денеңіз тітіркеніп кетеді. Осы тектес проблемаларды айтқанын бір нәрсе өзгерді ме? Ұрыс, жанжал тоқтап қалды ма?
ендеше осы жерден тоқтаңыз, өзіңіз үшін жаңалық ашыңыз. Өмірде өзіңізде болмаған қаласаңыз, өзіңіз бұрын жасамағанды жасаңыз. Күнде жасап жүрген жаман әдетіңізден арылыңыз. Жақсы жетістікке жетем деп кешіріңіздер. Ақымақтық. Отбасыңызға қатысты бақытты өмірді, нағыз жеңімпаз, көшбасшы балаларыңызды, туыстарыңызбен тату-тәтті қарым-қатынасыңызды елестетіп, қайта-қайта ойлап, қуанып, осыларды сезініңіз. Күнделікті әңгімелеріңіз тек осындай өзіңізді қуантатын тақырыптарда болсын. Міне сол сәтте сіздің миыңыздағы нейрондар тек сіздің тапсырмаңызбен жақсы ойларды іске асыра бастайды. Басымызға келетін ойдың адам өміріндегі маңызы өте зор. Қымбатты ханымдар, шаңырағыңыз биік, босағаңыз берік болып, отбасыңызда махаббат пен береке орнасын. Каналға тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.